Ішкі істер министрлігі ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірлесіп, Қорғас шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы аумағындағы сауықтыру орталығы мен қонақ үй кешенін бүркемелеп заңсыз ұйымдастырылған притондар мен казинолардың жолын кесті. Аталған әрбір нысан тәулік бойы жұмыс істеп, күзетпен және қатаң фейс бақылаумен қамтамасыз етіліп, негізінен шетелдік азаматтарды ғана қабылдап отырған. Қылмыстық бизнес жоғары пайда мен құпиялықты уәде ете отырып, Қазақстанның жас қыздарын алдап арбау арқылы жыныстық құлдыққа тартуға бағытталған. Жетісу облысы полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының және ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің 5-ші басқармасының қызметкерлері прокуратурамен келісе отырып, негізгі 5 фигурантты, оның ішінде 2 шетелдік азаматты ұстады. Сондай-ақ интимдік қызметтер көрсетумен айналысатын 18 жастан 36 жасқа дейінгі жалпы 21 адам жеткізілді. Оның ішінде 6 шетелдік азаматшалар. Тінту іс-шараларының нәтижелері бойынша ақша қаражаттары, ойын автоматтары, покер үстелдері және басқа да заттай дәлелдемелер анылды. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру Жетісу облысының полиция департаментімен жүргізіледі. Өзге ақпарат жариялауға жатпайды.